Құрметті менің сүйікті тыңдармандарым, каналыма тіркеліп лайк басып, әңгіменің соңына дейін тыңдап, қолдап отырыңыздар. Әдетте қарбалас тірліктен қолы босамайтын ата-анасы, жанында қалып бар назар өзіне ауғанда, бала көңіл шаттанады ғой шіркін. Көптен бері Әсем мен Мадияр өз ұлы мақсатқа көңіл бөлмей кетіп еді. Ертелі кеш, жұмыс басты бұл жас жұп күн қараңғыда үйіне оралады. Ұлын 5 жасында сүндетке жатқызып, бүкіл ағайын туған туыстың басын қосып, Құдай тамақ берді. Жұмыс басты болғандықтан, көбіне жиын тойдан қалып қоятын Әсемге есеппен сыйласатын мына заманда ешбір абысыны қол ұшын созбады. Күн ыстық, шыжып тұрған кез. Ертеңіне тал түске ыстыққа қалмайын деп, бүкіл ыдыс-аяқты далада асыға жуып жатты. Мақсат анасының аяғының астына оралып болар емес. Ары ойна, ыдыстарды сындырасың, деген анасының сөзіне құлақ асар бала жоқ. Жердің бәрі шылқа-шылқа су болған соң, аяғы тайып алма салатын шиша ыдыстың қырына дәл аузымен құлады. Шырылдап жылап, аузының бәрі қан жоса болды. Шиша сынып, үстіңгі ернін мұрнына дейін екіге айырып жіберген еді. Ол аздай майда сынықтар тісінің араларына кіріп кетті. Бірнеше тісі сынып қалды. Әсемнің зәресі зәр түбіне кетіп, баласымен қосыла жылап жүр. Қолы дірілдеп, әрең дегенде жедел жәрдем шақырды. Ауруханаға апарып, шиша қалдықтарын алып, ота жасап, ернін тігіп берді. Баланың құлағаның жақсылығы сол. Отбасында жылулық, бала жүзінде риясыз қуаныш пайда болды. Әйтпесе, соңғы кезде балаға уақытылы көңіл бөлмеудің өзі жас жұптың осал тұсы болып көрінетін. Алайда ерніндегі тігістің жазылуы қиынға соқты. Қайта-қайта қанып, су тиіп, іріңдей бастады. Баланың жылуы көбейіп, ізбайланып, тым ынжық болып кетті. Мадияр мен Әсем бұрындары балаларының бұлай бал-бұл сөйлегені мәз болса, кейде мезі болып ұрсып жататын. Көп сөйлемеуді бұйыратын. Енді міне, оның сыңғырлаған үнін естейтін емес. Ыңырсып, кейде саусақтарымен нұсқап көрсетіп, қалауын сөзбен жеткізуді тоқтатты. Ерніндегі жара ауыратын болғандықтан сөйлегісі келмей жүрген болар деп, әке-шешесі қатты назар аудара қойған жоқ. Әсем мұғалімдік қызметінен уақытша демалыс алып баласына өзі қарап жүр. Баласының жылауы күн сайын үдей түсуде. Алғашында жаны ашып, ұлын ұрыспай мәпелеп жүрген ана байғұстың төзімі таусылуға шақ қалды. Мақсат көбінесе балабақшада болып, әке-шешесін мазаламайтын. Сенбі күндері Әсем өзінің анасына апарып тастаушы еді. Енді міне, өз баласын өзі жақтыра алмай, әрең шыдап жүр. Анасына қоңырау шалып, жиен немересін тым еркелетіп жібергенін айтпақ болды. Алло, мама, қалыңыз қалай? Жақсы шүкір. Қызым, өздерің қалайсыңдар? Мақсат тәуір болайын деді ме? Жоқ, қайдағы. Керісінше еркелеп, ынжықтанып жүр. Әбден еркелетіп жіберген сияқтысыз. Ерке болсын, бұзық болсын мейлі. Ең бастысы, аман болса болғаны. Қандай бәледен аман қалды емес пе? Телефонды берші, сөйлесейін. Мақсат әжесіне бірдеңелерді айтқысы келгенмен сөйлей алмай, ыңылдап қойды. Ақыр соңы ызасы келген балақай бар даусымен жылап жіберді. Оған не болғанын анасы еш түсіне алар емес. Біршама уақыттан соң Әсемнің анасы қайта хабарласты. Қызым, мен алаңдай бастадым. Мақсат сөйлегісі келіп бірдеңелерді айтты. Бірақ сөздері түсініксіз. Ол бұлай еркелеген емес. Өзімен өзі ойнап жүретін бала еді. Сөздері нық, анық болатын. Қызым, бұл еркелік емес. Өткен жолы құлағанда зақым келген жоқ па? Мен де соны ойымдап жүрмін. Жаныма маза берер емес. Оны тезірек дәрігерге көрсет. Иә, Мадияр да солай айтып жатыр. Ертең тексертуге алып барам. Мадияр жұмыста болғандықтан Әсем баласын жетектеп ауруханаға барды. Расымен де, баланың сөйлеуіне байланысты ақауы бары расталды. Оған қоса, үстіңгі ерінде екі жаққа бөлініп, ортасы арық секілді болып қалғандықтан сөздері дұрыс шықпайтынын айтты. Міне, сол күннен бастап Әсем өз-өзін жеп қоя жаздап жүр. Ана байғұс баласының бұл көрген азабына өзін кінәлі сезініп, жастың көзі құрғайтын емес. Күн сайын ұйқыдағы ұлынан кешірім сұрап, көзіне жас алып қалады. Қайтсем де емдетем деп. Бармаған жері баспаған тауы қалмады. Емші, дәрігер бәріне апарды. Бәрінің айтатыны бір. Баланың ерніне қайта ота жасау керек. Алайда Әсем өз еліміздің дәрігерлеріне сенімсіздік танытып, бұл қадамға баруға қорқып жүрді.
Мадияр еке ойлана келе Ташкент қаласына барып мақсатқа ота жасатпақ болды. Мадияр әйелімен жарын жалғыз жібергісі келмей, өзі де бірге бармақ болған. Жаным, сен де жұмыстан қалсаң, қалай күн көреміз? Баланың еміне ақшаны қайдан табамыз? Сен еш алаңдамай, жұмысыңды жасай бер. Мен өзім алып бара берейін. Жат елге қалай жалғыз жіберем? Сен ойымдама, бәрі жақсы болады. Алысқа кетпейм ғой. Шымкент пен Ташкенттің арасы бірер сағаттық жер емес пе? Жарайды. Әсем кезе көбеймей жатып, ерте бару үшін шекараға дейін таксимен бір күн бұрын сөйлесіп қойды. Түнгі сағат 4-тер шамасында жолға шықпақ болды. Сондағы ойы таңертең ерте барып, дәрігерге ұлын ертерек көрсету болатын. Таң қараңғыда ұйқыдағы ұлын көтеріп жолға шығып кетті. Шымкент Жетісай үлкен жолда көліктер апатқа ұшырады. Үлкен жүк көлігі келіп, дәл Әсем отырған жақтан жеңіл көлік соқты. Өкініштісі, Әсем апат орын алған жерде көз жұмды. Кіп-кішкентай баласын өз денесімен қорғап қалған байғұс әйел ерлікпен жан тапсырды десек те болады. Осылай боларын білгендей Мадиярға сен бармай-ақ қой, деп шырылдап жүрген қарасаңызшы. Періштедей балақай анасының өлі денесін өз көзімен көріп, тіптен шошып қалды. Әсемнің денесін Шымкентке моргқа алып кетті. Ал Мақсат болса шырылдап, жылаған күйі полиция бөлімшесіне жеткізілді. Әкесі келгенге дейін қара терге түсіп, тоқтаусыз жылай берді. Әкесін көрген кезде тіптен жылауы күшейе түсті. Әкесі мен ұлы екеуі бірі анасын, бірі сүйікті жарын жоқтап, еңірене жылап алды. Әсемнің денесін Мадияр ауылдағы әке-шешесінің үйіне апарып, сол жерде жаназа намазы оқылып, мәңгілік сапарға шығарып салды. Жол апатына кінәлі жүк көлігінің жүргізушісі бас бостандығынан айырылды. Анасының қазасынан соң Мақсат бұрынғысынан бетер ынжық, кесір болып, ешкімге көнбейтін мінез пайда болды. Мадияр баласын әке-шешесіне тастап, өзі қалаға жұмысына оралды. Мадиярды мектепке математика пәнінен сабақ береді. Анасы қаза болып, әкесі тастап кеткен балақай өзін ешкімге қажеті жоқ адамдай сезініп, бір бұрышта тығылып жылап отыратын. Мадиярдың ағасы Азамат қара шаңырақта әке-шешесінің қолында тұрады. 5 баласы бар үлкен отбасы. Жеңгесі Дариға өте тамаша жан. Мақсатты өз балдарынан артық жақсы көріп, өзіне жақын тартқысы келсе де, оған көнетін ол жоқ. Сен менің анам емессің, сен менің анама ұқсамайсың, деп маңына да жолатпайды. 6 жасқа толып, оң мен солды ажырата бастаған бала өзін әкесі алып кеткенін қалап, сенбі күні келген әкесіне түрлі шағымын айта бастады. Анасы көбінесе той-томалақта жүргендіктен, көбіне жеңгесі бас көз болып қалушы еді. Апам мені ұрды, бұзық болғаным үшін мені қараңғы бөлмеге қамап қойды, деп осы секілді өтіріктерді айтып, әкесіне шағымданды. Бұл сөздерді түсіндіре алмай, сақауланып қиналып жылаған баласын құшағына қысып, үнсіз көз жасын ешкімге көрсетпеуге тырысты. Онсызды қайғыдан қабырғасы қайысып, өлердей сенген жеңгесінен мұндайды күтпеген Мадияр ешкімді тыңдамай, жеңгесіне өте ауыр сөздер айтып, жүрегіне жара салды. Ұлын жетектеп, бұл үйге қайта келместей есігін тарс жауып кетті де қалды. Қыркүйек айы келіп жетті. Мақсат даярлық сыныбына бара бастады. Әкесі үнемі өзімен бірге жетектеп, қай сыныпқа сабақ берсе, сол сыныпқа алып барып отырғызып қоятын. Мақсат күн өткен сайын тұйықтала берді. Айтқан сөзін сыныптастары түсінбей, бірнеше рет қайталап сұрай бергеннен, дұрыс сөйлей алмағанына ызасы келіп, қолын бір сілтеп сөйлемей кететін. Айналасындағы адамдардан алшақтай берді. Педагогтың жұмысы өте ауыр, әрі төзімділікті талап етеді. Бітпейтін қағаздар, тексерулер, одан қалса, әр оқушының мінезі, сабақ үлгерімі үшін сөгіс естуі бар. Ал енді бұл шаруаға жас әкенің үй шаруасын қосыңыз. Өз әке, өз ана болып, баласының асын беріп, кірін жауып, үтіктеп жүргенде, өз баласымен тілдесуге мүлдем уақыт таппайтын. Мақсаты жарының аманаты санап, көзінің қарашығындай сақтап, жан баласынан қорғап жүргенімен, оған көңіл бөліп, әңгімесін тыңдауға әкесінің уақыты жетпейтін. Солай күндер өте берді. Әйел үйдің берекесі, мерекесі екенін, әйелсіз үй қаңыраған бос сарай боларын Мадияр ұғына бастады. Әйелімен қол ұстасып жүрген отбасыға сүйсінсе, әйеліне қас-қабағын түйіп жүретін жігіттерге өз ақылын айта жүретін. Әйеліңнің жылдығасы өткен соң, теңіңді тауып үйлен, деген таныс туыстың сөзіне мән бермейді. Баласына өзге біреудің ана болған қаламайды. Өз күнімді өзім көрем деп тіршілігін жасап жүр.
Бірде өз анасы келсе, енді бірде марқұм әйелінің анасы келіп, үйдің іші сыртын реттеп, кем-кетігін түзеп, жыртығын жамап беріп кетеді. Мадияр көрінген адамнан ұлын қызғыштай қорғап жүрді. Мақсаттың араласар досы жоқ. Әкесінің шектеуі күннен күнге көбейе берді. Бала түгілі ішкі жан дүниесіндегі аласапыранды ақтарып жайып салар Мадиярдың да жанына жақын ешкім жоқтай. Күйзеліске түскен әке байғұс жынданудың алдында жүр. Кей кездері жасырын ғана марқұм әйелінің суретімен тілдесіп, көз жасын бір сығып алады. Қайын жұрты өз рұқсаттарын берсе де, қайта үйленуді өзі қаламай қырсығып жүр. Анасы баласының бұл жүрісіне күйініп жүрегі ауырып жүрсе де, Мадияр ешкімді тыңдамайды. Балам, менің жағдайымды көріп жүрсің. Денсаулығым сыр беріп жүр. Жалғыздығың жаныма батып барады. Армандап кетпейін балам. Мен жалғыз емеспін. Қасымда балам бар. Өз теңді тауып шаңырақ көтер. Әйелсіз үй қараңғы. Балаңа да ана керек. Жас күнінде үйленсең балаңда анасына тез үйренісіп кетер еді. Өтініш, бұл тақырыпты қайта қозғамауыңызды сұраймын. Өмір бойы осылай өтпексің бе? Иә, осылай жүрем. Неге мені түсінбейсіздер? Мен әйелімді сағынып, дидарым бір көруге зар болып, сезімім жанымды жаралап, өзімді қойырға жер таппайым. Мені осындай күйге түсірген сезімді қалай өшірем? Өз әйеліме деген махаббат оты жанымды өртеп жатқанда, өзге әйелді алсам, ол адамға қиянат жасаған болмайым ба? Ол әйелдің жүзіне қалай қарайым? Уақыт емші. Ұзақ уақыт бойы өмірлік жарым деп сеніп, арқа сүйеп келген, тәтті де қызықты сәттерді бірге бастан өткізіп жүрген адамым бір сәтте жоқ болып кетті. Есімнен адасатын күйдемін. Жылап сықтауға мүмкіндік қалдырмау үшін бос уақыт азайтып жұмысқа беріліп жүрмін. Алайда мұның да пайдасы тиер емес. Өткені мені бостандыққа жіберер емес. Өзім ессіз адамдай күй кешіп жүріп, өз іс-әрекетімді тізгіндей алмай жүргенімде, өзгені жар етіп, ол үшін жауапкершілік арқалауға шамам жетпейді. Уақыт өте келе, мұның бәрі артта қалады. Уақыт бәріне емші. Барлық болған жақсы, жаман кездер үшін оған іштей алғыс айтып, өзіңе өткенді бостандыққа жіберем деп айт. Оның да жаны жай тапсын. Ұмытсаңшы оны, ұмыт. Алда әрі сан мың торап жол барысында бақытыңды жолықтырасың әлі. Күлімде оянар таңдар келер, бұлттанған күндерде өтер. Ұмыт, жаныңда босқа қинама. Ұмыт деймісіз, ұмыт алсам осында жағдайға душар болар мем. Ұмыту мүмкін болмаған соң жабырқаумын. Күлімдеп атар таң деймісіз, мен таң түгілі ұйықтауды ұмытқалы қашан. Қалай күлу керек екенде ұмытыппын. Балам-ау, ілгері қарай жүрсеңші, кейінге қарай тартыншықтамай. Неге ілгері қадамыңды нық басып, болашағыңды ойламайсың? Әлде өзіңе өзің дұшпансың ба? Жаныңды қинамай, бәрінде өткенмен қалдыр. Ең болмаса сырақтарып, жаныңды жегідей жеген бұл азаптан арылсаңшы. Осыншама солардай не болды өзі? Өлгеннің артынан өлмек жоқ, ұлым. Құрбыға да, досқа да аян жан жарам. Маған аянышты көз қарас танытатын болды. Содан соң айтпауға бел будым. Мен махаббат дертіне шалдықтым. Емімде, емшімде тек сол ғана. Одан өзге ешкім көмектесе де алмайды. Солдым, иә, мен солып барам. Қайтейін, қолымнан ештеңе келер емес. Мына әлем әсемсіз, керексіз болып қалды. Мүмкін уақытысы келсе, бәрі реттелер. Бірақ қазір емес. Өтінем, жанымды жараламай, осымен тоқтатайық. Мадиярды үгіттеу анасының қолынан келмеді. Амалсыз, көз жанары жасқа толып, ол үшін дұға етуден басқа еш шарасы жоқ. Ана байғұс өз жөніне кете барды. Солай күн өте берді. Қабағын түйіп, ешкімге пейілін бермей, жабырқап жүріп, өмір мерекесінде бар қызықтан құр қалған Мадияр жаңа туылған сәбидей айналасына таңырқап жүр. Тек марқұм әйелінің жанында болмағаны болмаса, бұрынғы өміріне оралған Мадиярдың өзгелермен қарым-қатынасы реттеліп келеді. Ұлының шынайы өмірге қайта оралған байқаған анасы балаша қуанып жүр. Көптен күткен сәті де осы емес пе? Бір емес, екі емес, бақандай 11 жыл күтті. Өткен осы жылдар бойы бар дұғасы, ұлының өз теңін тауып, бақытты болған көрмейінше, жанымды ала көрмеш, деп тәңіріне жалбарынып келді. Баласы үшін шырылдаған ананың тілеуі қабыл болды. Мадияр баласына жақсана бола алатын әйел табылып жатса, үйленуге келісім беретін айтты. Мадияр жеңгесінен кешірім сұрап,
Арадағы суықтық басылғалы біраз болды. Жеңгесі қуана жар іздеуге кірісіп, жеңгетайлықты бастап жіберді. Алайда оның көрсеткен қыздардың бірін жас десе, бірін ұнатпай жүрді. Әріптестері де таныс тамырларын айтып, көрсетіп әлек. Бұл кезде Мадияр мектеп директорының орынбасары болып тағайындалған болатын. Табысы жақсы, үй-жай, көлігі бар, 4 құбыласы түгел жігітке жар табылуын табылды. Алайда 40-қа келген ер азаматқа 20 жасар қыз тұрмысқа шықпасы айдан анық емес пе? Тұрмысқа шығып, бір қызмен ажырасып келген. Әрі өзі секілді, жасы 40-қа таяп, ақыл тоқтатқан әйел маңдайына жазылған екен. Қыз бала ұлға қарағанда, ерте есейетіннің тағы бір дәлелі, Жазираның жасы 40-қа таяғанмен ерте тұрмыс құрған болса керек. Қызы Сандуғаш 17 жасқа келіп қалған, бой жеткен болатын. Мадияр еш қарсылықсыз Жазираны қызымен бірге қабылдады. Ұлым әпкелі болатын болды деп мәз болып жүрді. Жазираның өзін салмақты ұстауы, байыппен сөйлеуі ұнаған болатын. Іштей ұлына жақсана болатын сезгендей болды. Екеуі жап-жақсы жұп болып жүрді. Сандуғашта әкесінен еш тартынбай жүрді. Сандуғаш күнде өгей інісін жетектеп, саябаққа апарып қыдыртып, ойнап күліп қайтатын. Әпкесімен тез тіл табысып кетті. Мадиярдың жүрегі жай тапқандай болды. Көңілі көншіп, еш алаңсыз жұмысын жасап жүрді. Жұмыс бабымен анда-мұнда барып келіп жүреді. Ұлынан ешқашан анам ұрды, ұрысты немесе Сандуғаш әпкем жаман, мені ұрат деген секілді шағымдарды естіген емес. Ұлына жақсы қарап жүргеніне қуанып, Жазира мен Сандуғашқа түрлі сыйлық сыйлап, ақша беріп отыратын. 2 жылдай уақыт өтті. Осы 2 жыл ішінде бірде-бір рет ұрыс-керіс болған жоқ. Тату-тәтті болып, бақытқа толы күндер өтті. Сандуғаш 19 жасқа толғанда өзінің туған жері Қызылорда қаласынан Жазираның таныстары ұлдарына қызды айттырып келетін болды. Небәрі 2 жылда өз қызындай жақсы көріп, бауыр басып, мәпелеп жүрген қызын Мадияр ұзатқалы жүр. Әйелі қаза болғалы алғаш рет шаңырағында қуаныш, той болғалы жатыр. Мадияр бар ынтасымен тойға дайындық жасап жүр. Ағайын туғандары да Мадиярдың қуанышына ортақтасып, ат салысып әлек. Ең қымбат тойханада дүркіретіп қызын ұзатты. Қызының артынан дүниесін бәрін түгел алып берді. Қызылордаға қыздың артынан бүкіл жасауын алып барды. Тойға алыс жақыннан бүкіл ағайын, дос жарандары келді. Көптен көрмеген достарын көріп, көңілі жадырап жүрген Мадиярдың екі езуі екі құлағында. Жазираның әке-шешесі дүниеден өткен. Тек бір ағасы Қызылордада тұрады. Бір сіңілісі Шымкентте тұрады. Алғаш кездескенде жанында сол сіңілісі мен қызы Сандуғаш қана болған еді. Осы 2 жылда төркінім деп тек сіңілісімен ғана араласып жүрген Жазира аяқ асты ағасының үйіне Қызылордаға барғысы келетін айтты. Әрі қызын сағынып жүргендіктен оны да көріп қайтқысы келген айтып, көз жасын бір сығып алды. Қолына біраз ақша ұстатып, автовокзалға апарып тастады. Оның аман-есен жеткен білу үшін қоңырау соғып еді, телефоны сөндірулі болды. Біраз уақыттан соң қайта хабарласып еді. Сол күйі өшік тұрды. Қуаты таусылған болар деп, өзінің хабарласқанын күтіп жүр. Телефоны шырылдаса, елең ете қалады. Қоңырау өзі күткен адамның емес екенін көріп, көңілі жабырқап қалады. Түні бойы қаншама рет хабарласқаны белгісіз. Шыдай алмай Сандуғашқа телефон соқты. Оның да телефоны сөндірулі. Балдызына қоңырау шалды. Ешбірінің де телефонына қоңырау бармайды. 2 жыл ішінде балдызының үйіне бармақ түгілі, оның мекен жайында білмейтін Мадияр екінші әйелін қайдан табарын білмей абдырап жүр. Екеуінің арасына түскен әйелден де еш хабар жоқ. Әріптесінің әпкесінің қайын сіңілісінің бірдеңесі әйтеуір. Шешу жоқ жұмбақ секілді. Сол кеткеннен Жазира қайта оралмады. Не қоңырау шалып, амандығын айтпады. Телефоннан несие төлейтін уақыты таяп қалған ескертіп, хабарлама келді. Міне, осы сәтте ғана ол өзінің алданғанын түсінді. Жазираға күйеу емес, қызын тұрмысқа беріп, тойын жасап, жасауын алып беретін адам ғана керек болған екен. Қыздың дүниесіне қосқан теледидар, холодильникті несиеге алып еді. Міне енді мүлдем жоқ адамның дүниесінің құнын төлеуге мәжбүр. Ұлына жөнсіз ұрса беретін әдет шығарды. Өгей ана мен әпкесінің опасыздығын түсінбейтіндей мақсат жас бала емес. Жасы 13-ке толып, есейіп қалған. Бала жүректе әйел адамға деген сенімсіздік, жек көру сезімдері пайда болды. Қыз атауынан бойын алшақ ұстап жүрді. Ал Мадияр
Бұл оқиғадан соң мүлдем үйлену туралы ойына да алмайтын болды. Мақсат тым тұйықталып кеткен. Жан адамға жақ ашпайды. Бұл соққыға Мадиярдың анасының жүрегі төтеп бере алмады. Ұлының бақытын көрсем деген байғұс ана бақыт емес, қасіретін көруге төзе алмады. 3 күн бойы нәрсіз жатып Мадиярдың қолдарын жібергісі келмей, кеудесінен жаны әрең шықты. Әжесін қатты жақсы көретін Мақсат бұл қазаға өгей анасы мен әпкесін кінәлап, өшпенділігі арта түсті. Енді ғана үлкен өмірге қадам басып келе жатқан баланың жүрегі өшпенділікке толды. Бірақ сол үлкен өмір деген не, алда не күтіп тұрғаны жайлы, сол үлкен өмірге сіңіп кету жайлы ешкім оған түсіндіріп айтпайды. Жақ ашып сөйлесер жақын адамы жоқ жігіт күннен күнге тұйықтала берді. Бұл өмірде адамға анасынан артық жан ашыр жан жоқ екен Мадияр ұғына бастады. Анасы дүниеден өткелі, ұлы екеуінің жағдайын сұрап келер адам жоқ десек те болады. Марқұм анасы барда адам аяғы үзілмеуші еді. Осылай күндер өтіп жатты. Зәулім сарайдай үйде әке мен бала тек екеуі ғана өмір сүріп жүр. Кейде бірнеше күн деп екеуі бірін-бірі көрмейтін кездері де болады. Мақсат тілінің кемістігінің кесірінен қоғамнан алыстап, жоғарғы оқу орындарға түспеді. Өте қарапайым отбасыдан шыққан біреудің үстінен күліп, сөз етуге шамасы жоқ. Отбасын асырау үшін күннің ыстығы мен суығына қарамай, қара жұмыс істейтін Асанның жанында бірге жүреді. Біреудің үйін жөндеп, біреудің жерін аударып, күн көріс үшін азын-аулақ ақша тауып жүреді. Әкесі екеуінің арасы ұзап кеткелі қашан. Өз махаббаты марқұм әйеліне деген сағыныштан, екінші әйелінің сатқындығынан күйінген жүрек байғұс көпке шыдамады. Небәрі 60-қа таяғанда инсульт алып, Мадиярдың аяқ-қолы сал болып қалды. Төсекке танылып жатып, өз анасының күйін кешуде. Өлімнің не екенін ұғына бастаған Мадияр күні-түні 30-ға келген ұлының өз теңін тауып отбасылы болғанын көруді Алладан тілеп жатады. Алайда әйел атаулығы жоламайтын жігіттің үйленуге еш ниеті жоқ. Күн өткен сайын Мадиярдың жағдайы нашарлап барады. Қан қысымы, қант диабеті, тағы сол сияқты күнде ауруына ауру қосылып жатыр. Әкесінің денсаулығы кері кетіп бара жатқанын, екеуінің айрылысар күннің ұзақ емес екенін Мақсат та біліп жүр. Әкесі күнде аңылдап үйленуін сұрап елек. Оған құлақ асар бала жоқ. Сөздері түсініксіз. Оқымаған, жұмысы жоқ жігітке ешбір қыз тұрмысқа шықпайды деп ойлап жүр. Мадиярдың бауырлары күнде келіп хабар алып тұрады. Дәм тұзы таусылып, тілі сөзге келмей жатқанын аңғарып, бүкіл туған туысы жиналды. Алайда кірпік қақпай көзі бақырайып жатқанына бірнеше күн өтті. Тіпті бір жұтымда суда ішкен жоқ. Көздерінен ыстық жас ағып, тек кеудедегі жүрегі соғып тұр. 3 күн дәл осылай күйде жатты. Кеудеден жаны шығар емес. Имам молда келіп, дем салып оқып жатты. Ешбірінің көмегі тимеді. Ақыр соңы ашуға булыққан ауыл имамы Мақсатты ұрса жөнелді. Әкеңе жаның ашымайды ма? Өткен жолы ескертіп едім ғой саған. Әкең сенің үйленгеніңді көрмей кете алмай жатыр. Кеудесінен жаны шығар емес. Әкем осылай жатқанда мен қалай үйленем? Қара әкеңе, қарасаңшы, оның қалай қиналып жатқан көрмесің бе? Ол сені қимай тұр. Жаны кеудесінен шықпай азапталып жатыр. Бүгін міне 4-ші күн. Бір ұрттам суды да жұтпағанына. Маған не дей бересіздер? Кімге үйленем мен? Маған тиетін қыз бар дейсіз бе? Мына жігіттің осында қаншама жеңгесі, әпкесі жүр. Сонда осы күнге дейін біреуіңіздің мына жігітке жандарыңыз ашымағаны ма? 2 жасты табыстыру үлкен сауап екенін білмейсіздер ме? Имамның сөздерінен Мақсаттың туыстарының ұяттан беті қызарды. Қайным, бір үйге бір әйел керегі сөзсіз белгілі. Әкеңді қинамай, үйленгенің абзал. Қыз болса үйленем. Жігіт көніп тұрғанымен жеңгелері араға түсіп, қыз іздеуге кіріскісі келмеді. Жұмысы жоқ, өзі мылқау жігіт деп айтуға ыңғайстанса керекті. Мақсаттың жақын досына айналып кеткен Асанның келіншегі Мадина өзі секілді жоқшылықты да, тоқшылықта да үнемі қолдап бәріне төзе алатын Нағима есімді арумен кездестірді. Нағима да 30-ға таяп отырып қалған қыз болатын. Бір кездескен екеуі бірін-бірі ұғынып, бірден үйленуге шешім қабылдады. Мейрамханада кездескен жастар бірден өлім аузында жатқан Мадиярға қарай жол тартты. Есіктен сұлу әйелді ертіп келген ұлын көрген Мадиярдың жүзіне күлкі үйірілді де, терең күрсініп
кеудесінен жаны шықты. Бұл сәтті сөзбен бейнелеп жеткізу мүмкін емес секілді. Әкесінің денесі ақ кебінге оралса, келіншегінің басына ақ орамал жабылды. Түсінігі мол иманды қыз Нағима дереу тірлікке кірісіп кетті. Әкесінің қазасына қайғырған жігіт өзінің үйленіп жатқанын сезінбеді де. Мына әлемде жападан жалғыз қалғандай күй кешіп жүрді. Жаназа намазы оқылып, Мадиярдың денесі жер қойнауына тапсырылған соң, имам 2 жастың мұсылманша некесін қиып берді. Нағима түсінігі мол көрегенді жан екеніне келген жұрт тәнті болып жүрді. Бірнеше күн бойы 2 жас бір төсекте жатқан жоқ. 7 күндік асы өтіп, адам аяғы сейілген кезде ғана екеуі оңаша қалғанда 2 жарты бір бүтін болғанын ұғынып бір жастыққа бас қойды. Нағима үйдің бар шаруасын дөңгелетіп алып кетті. Екеуі тез тіл табысып, араларында сезім ұшқыны пайда болды. Уақыт өте келе, ақылды әйелінің арқасында мақсат өмірге деген көзқарасын өзгертті. Адамдармен араласып, сөйлесіп жүретін көңілді жанның біріне айналды. Әке болып, бақыттың басы көкке жетті. Бір өкініштісі, әкесінің осы күндерді көре алмай кеткені жанын қинайды. Неге ертерек емес, неге дәл әкемнің жаназасында үйлендім? Әкем 20-дан асқан кезімнен бастап үйленді демес пе? Неге әкемнің өлетін күнін күттім? Неге өзімді өзгелерден кем санадым? Деп өз-өзіне сұрақ қойып, жауап таба алмай келеді. Иә, кейде адам бір әрекетті жасау үшін бір нәрсе түрткі болуы керек болады емес пе? Дегенмен адамның өзінде ниет болса, кез келген уақытта әрекет етіп, жетістікке жете алатыны айдан анық. Әңгіменің соңы. Каналыма тіркеліп лайк басып, әңгімені қолдай отырыңыздар. Тыңдағандарыңыз рахмет.